Ассалаумағалейкум достар, баршаға. Бүгін мынандай бізде GVC сигнализациясын ең оңай түрде жалғауын көрсететін боламыз. Мынау сары блокировка бензонасос немесе катушкаға қоятын боласыздар. Қара масса. Мына қоңыр поворотник. Оң жағына немесе сол жағына жалғай бересіздер. Мына пищалка. Сосын қызыл бізде плюс. Қоңыр бізде тағы поворотник. Оң жақ немесе сол жақ, қалағандарыңызға қарай. Жасыл бізде багажник. Оранжевый тормозға жалғанады. Ақ бізде замок зажиганияға, яғни АЦЦ. Көк бізде концевик есептелінеді. Есікте тұратын кнопка бар, соныкі. Бұл жақ бітті. Мына жақта бізде екі оранжевый және оранжевый қара масса болады. Сары және сары қара плюске беріледі. Мына екеуі біздегі толкатель, яғни моторчикке баратын болады есіктегі. Қазір барлығын көрсететін болдым, жалғап. Үшін барлығын жинап болдым қазіргі таңда. Түсіндіріп кетейін. Бізде бірінші разъем оранжевый қара бізде минусқа жалғанады. Қара минусқа жалғадым. Мынадан шыққан. Сосын сары қара бізде плюске жалғанады. Мына жақта қызылға жалғай салдым, предохранительден кейін. Сосын ақ және ақ қара бізде толкательдің өзіне барады. Толкательдің өзі. Сосын мынау сары бізде тағы айта кетейін, блокировкаға керек болады. Сосын қара минус ол бізде. Қоңыр поворотник, оң сол без разница. Фиолетовый клаксон. Пищалка десек те болады. Мынаған келіп тұр. Мына жерде жалғанған. Оның бір аяғы масса болады, қызыл қарас. Масса жалғайсыздар оны обязательно. Сосын қызыл бізде плюс постоянный. Қоңыр тағы да бір поворотник. Мына екі поворотник болса, солған жалғанған. Поворотниктерді негізі прибордан алған дұрыс деп ойлаймын. Өзім көбінесе сол жерге жалғаймын. Прибордың артынан табасыздар питаниясын. Сосын жасыл. Мына жасыл. Бұл бізде багажниктікі. Бұдан минус шығады, біз релемен оны плюске айналдыратын боламыз. Яғни 1.86 деген ножкасына минус беретін боламыз. 35-85-ке плюс бересіздер. Постоянный. Через предохранитель арқылы бересіздер. Сосын менде толкатель болмады мынандай. Мынандай лампочка қоя салдым. Мына пример көрсетуге. Сосын бізде мына жерде қандай цветтер қалды, жасыл кетті. Сары бізде тормозға бару керек, педальдағы, яғни свет жанғанда. Ақ бізде замок зажигания. Көк кнопка ғой, есікте тұратын. Кнопкаға жалғайтын боласыздар, есікте тұратын болды. Қалған разъемдары бізде датчик удара немесе датчик чувствительности дейді. Бұны өзінің арнайы штекерлері бар. Сол орындарға тығып шығасыздар. Валетті және индикатордың лампочкасын сондай жалғасаңыздар болады қазір. Біліп тұр қолымда. Багажды басам. Ашылды багаж. Тағы бір рет басам. Тағы бір рет ашылды. Так. Дауыс. Дауысын өшірдім. Машинаны ашам. Поворотник жанды. Машинаны жабым. Поворотник. Үшін барлық жұмыс жасап тұр, достар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, обязательно жауап беретін болам. Өте оңай, кейінгі басқаша сигнализациялар жалғау түрлерін көрсететін боламын толықтай. Мынаны да тағы бір машинаға қойып, на примере қалай жинадым, қай жерден нені таптым деген сияқты көрсету керек.